Саламатсыздар ма? Үздік экология жобасының қатысушылары. Сіздерге сәттілік, ал өзіңізге жеңіс. Мен Жанабаев Айда және Құдайберген Нұртас. Біз Мұнайлы ауданы номер 6 жалпы білім беретін мектептің оқушыларымыз. Біз 4 жылдан бері мектеп ауласының тамшылатып суару әдісі және сыныптық экологиялық алиясын құру атты жобасы аясында жұмыс жасап келеміз. Біздің мақсатымыз мектебіміздің ауласы көгалдандырып, сыныптарға бөліп беру. Екіншісі, әр егілген ағаштың түбіне пластикалық ыдыстарды көміп, оларды неге көмді десеңіздер, пластикалық ыдыстарды тиімді жағынан пайдаланып және суды үнемдейміз. Осы жарыстарға қатысып, көптеген аудандық және облыстық жарыстардан жеңімпаз болып қайттық. Қатар пластикалық ыдыстарды жинау үшін сайыстар өткізіп тұрамыз және ең көп жинаған сыныптарды марапаттаймыз. Сыныптарға бөліп берген алаңдарда үздік озаттар қатыспайды. Бос жүрген екпінді оқушылар қатысады. Ағашқа ең көп жақсы қаралған алаңдарға жүлделі орындар беріледі. Осы жоба арқылы суды үнемдеп, қалдық қоқыстарды кәдеге жаратып, бос жүрген оқушыларды еңбекке баулимыз. Осы жоба 4 жыл аясында мектеп аумағында 1556 ағаш отырғызылып, күтіп бапталуда. Көгалдандыру жоба әдісін келесі видеода көресіздер. Сәлеметсіздер ме? Міне біз тәжірибемізді сіздерге көрсететін боламыз. Осылай қазып аламыз. Біз бұл пластикалық ыдысты 5 литр баклажканы мына ерлерінен тесеміз. Тесіп, мына аяқтарға саламыз. Неге түбінен теспейді екеніміздің себебі, мына аяққа тескен кезде астындағы су құмдарын тесіп, құмдармен бітеліп қалады. Сондықтан мына аяқтардан тесіп саламыз. Тесілді. Біздің бүйтіп салғанымыз себебі, мұндағы ағаштың тамыры, мына аяқтағы ағаштардың тамыры кейден өсе келе, мына пластикалық 5 литрлік баклажканы өзі орап, үстіп ағаш өзі өседі. Біздің мына аяқтағымыз барлық ағаштардың бәрі өздері үсті пластикалық ыдыстан су құйылып, суланып өседі. Осылай әдемілік тесіп, біз ол. Осы қақпағын ашып тастаймыз да, біз оған көп, мысалға жазда оған көптеген сулар құйып тұрса, ал жазда немесе көктемде 1-2 аптада құйып тұрамыз суда. Жазда 3-4 күн құйсақ, қыстарда, салқын айларда мына жерде 1-2 аптада бір құямыз. 3-4 күннің арасында араластырып құюға болады. Біз суды азырақ қолданып, Қазақстанның суды тесіп құйдыру әдістеріне қарағанда су тиімді қолданылады және қоқыстар аз.